Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі ауызашарға осылай ерекше етіп французша ет дайындаймыз. Барлығыңыз мясо по-французски деп атайтын тағамды видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен картошкаларымызды жақсылап тазалап аламыз және де жұп-жұқа етіп турайтын боламыз. Қыздар, егерде сіздерде осындай үккіш болса, картошкаларыңызды өткізіп алсаңыздар болады, немесе өздеріңіз жұп-жұқа етіп тураңыздар. Қыздар, қалың болып қалмасын, жұп-жұқа етіп турайтын боламыз. Содан соң қызанағымызды тураймыз. Қызанағымызды домалақ етіп, үлкенірек етіп турасақ та болады, немесе менікі қатты үлкен болғаннан соң ортасынан бөліп осылай жіңішке етіп турап шықтым. Қызанақты жіңішке немесе орташа көлемде де турап алсаңыздар болады. Содан соң майдалап пиязымызды турайтын боламыз. Қыздар, мен пиязды фаршқа араластыратын болғандықтан майда етіп турап жатырмын. Егерде сіздер араластырмай қабат-қабат қылып салам десеңіздер, фарштың үстіне салам десеңіздер, кішкене домалақ етіп турасаңыздар да болады. Осылайша майда етіп пиязды турап алдым. Содан соң керекті фаршымызды алып, және де дәміне қарай тұз, бұрышын салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қыздар, менің каналым сіздерге ұнап жатса, пайдалы болып жатса, каналымның дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосып, және де басқа да адамдардың көруіне себепші болып, видеоларыма лайк басып, өзіңіздің пікіріңізді қалдырып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Неге қыздар, осылайша біз барлық керекті көкөністерімізді турап алдық, фаршымызды араластырып, тұзының бәрін дұрыстап салып алдық. Енді кезекте өзіңізде бар кез келген формаға май құйып аламыз. Майымызды жақсылап жағып шығамыз, өйткені біздің табамыздың асты жабысып қалмауы қажет. Қыздар, ең алдымен мен картошка саламын. Кейбір адамдар астына картошка емес, фарш салғанды ұнатады екен, фаршты да салып жасайды. Осылай да жасап көріңіздер, қыздар, міндетті түрде сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Жаңағы жіңішке жұқа етіп туралған картошкаларымыздың барлығын осылайша біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Қыздар, картошканың бір-бірінің үстіне қоймаймыз, аралары осындай кішкене ашық болып тұрса да болады. Егерде картошканы бірден екі слой қылып салатын болсаңыздар, картошкаларыңыз дұрыс піспей шығатын болады. Сол себепті тек қана бір ғана слоймен саламыз, және де аралары осындай кішкене ашық тұрса да ештеңе етпейді. Картошкаларды орналастырып болғаннан соң үстінен көз мөлшерімен тұз қосамыз. Қыздар, қатты көп қосып жібермеңіздер, өйткені біз фаршты жаңағы пиязбен араластырған кезде өзіне жеткілікті тұзын салдық. Сол үшін қатты ащы болып кетпесін, көзіңіздің мөлшерімен саласыз. Және де майонезімізді жағып шығамыз. Қыздар, менде шелектегі майонез. Шелектегі майонез негізі жағуға ыңғайлы болу үшін пакетикқа салып алсаңыздар өте ыңғайлы болады. Содан соң екінші қабатына фарштарымызды орналастырып шығамыз. Фаршты салған кезде, қыздар, барлығын бірден осылай мен сияқты бір бөліктен жасайтын болсаңыздар, бірден осылай қойсаңыздар болады, немесе фаршты да қабат-қабат етіп, алдымен картошка, содан соң фарш, содан соң тағы да картошка, содан соң тағы да фарш, үстіне картошка, содан кейін барып помидор қосып салсаңыздар болады. Әзірге мен қазір бір ғана қабат қылып жасайтын боламын. Картошканың үстіне фаршымызды жақсылап орналастырып алдық, барлық жеріне жеткілікті етіп. Қыздар, фаршты осылайша көбірек етіп қоссаңыздар да жақсы болады. Содан соң бетіне майонезімізді салып, барлық жеріне жеткілікті етіп, біркелкі етіп жағып шығамыз. Қыздар, барлық қоспаларды үйіңіздегі адамның санына қарай жасайсыздар. Бұл тағамды үлкен табаға жасауға да болады, немесе аз адам болса осылай кішірек етіп жасасаңыздар да өте дәмді, ерекше керемет болып шығады. Осылайша майонезімізді барлық жеріне жеткілікті етіп жағып алдық. Содан соң тағы да жаңағы жұқа етіп туралған картошкаларымызды бір қабат етіп үстіне орналастырып шығатын боламыз. Қыздар, фаршты қойып алғаннан соң, майонез жаққаннан соң фаршқа тұз сеппейміз, өйткені біз фаршқа
тұзын дәмін келтіріп сеуіп қойған болатынбыз. Бұл тағамға майонезді көбірек жаға беріңіздер, қыздар, сол кезде өте дәмді, керемет болып шығады. Майонезін азырақ жақсаңыздар, кішкене құрғағырақ болып қалатын болады. Картошканы орналастырып болғаннан соң үстіне кішкене ғана тұзымыз себеміз, содан соң майонезді жақсылап барлық жеріне жеткілікті етіп жағып аламыз. Және де ең соңынан дайын тұрған қызанағымызды алып барлық жеріне біркелкетіп орналастырып шығамыз. Қызанақтың үстіне де тұзымызды сеуіп аламыз. Қыздар, тұзды қатты көп сеуіп қоймаңыздар, ащы болып кетеді. Көз мөлшерімен аз-аздан ғана себіңіздер. Қызанақтың барлығын осылайша барлық жеріне жеткілікті етіп орналастырып шығамыз, қыздар. Содан соң үстіне тағы да бір қабат майонез жағамыз. Майонезді көбірек етіп жаға беріңіздер, сол кезде өте керемет болып тұрады. Майонезді жағып болғаннан соң тамағымызды міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште, қыздар, пештің градусын пешіңіздің қызуына қарай қоясыз. 180 немесе 200 градуста қатты қызып тұрған пеште 35-40 немесе 45 минуттай пісіріп аламыз. Біздің картошкамыз бен фаршымыз жақсылап пісіп шығуы қажет. Мен алғашқы 20 минутында осылайша фольгамен жауып қоямын, содан соң фольгасын алып тастап пісіретін боламын. Неке қыздар, біздің тағамымыз осылайша, менікі 45 минутта осылайша пісіп алды. Бізде суы бөлінетін болады, тағамның көп болып, оны төгіп тастасаңыздар да болады, немесе осылай тұра берсе де болады. Содан соң қалауыңызша негізінде көбірек етіп сыр қоссаңыздар өте әдемі болады. Осылайша сырымызды барлық жеріне орналастырып, тағы да 5-10 минутқа сырымыз ерігенше пешке салып алатын боламыз. Неке қыздар, біздің тағамымыз дайын болды, өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Күнделікті бір сарынды тағамнан арасында осылайда жасап тұрсаңыздар, сіздерге ұнайтыны сөзсіз, міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Өте керемет болып шығады, әсіресе сыры жақсы еріп, өзінің керемет дәмін беріп тұрады. Қыздар, осындай тағамдарға, пиццаларға мен сіздерге сметанковый деген сырды қолдануды ұсынамын. Өте керемет болып шығады. Және де сметанковый мен сулугуни және моцарелла сырларын араластырып жасасаңыздар, одан да керемет болып шығады. Қыздар, видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма қолдау білдіріп, каналымның дамуына үлесіңізді қосып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Баршаңызға рахмет.